Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Биыл ел иесі, жер киесі, руханият абызы Пір Бекет атамыздың дүниеге келгеніне 275 жыл. Осы арнаулы датаға орай Бекет ата және Маңғыстау ахундарының рухани жолы деген тақырыпты ала отырып, циклды бағдарламалық жобаны қолға алған болатынбыз. Сол жобаның кезекті қонағы Нұр Мүбарак Ислам университетінің ректорының ғылыми кеңесшісі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесінің мүшесі, философия және теология ғылымдарының докторы, профессор Мұхиддин Исаұлы. Мұхиддин аға, киелі Маңғыстауға қош келдіңіз. Жаңа сөзіміздің басында айтып өткендей, биыл ел иесі, жер киесі, руханият абызы Пір Бекет атамыздың дүниеге келгеніне 275 жыл. Енді осы орайда біз Маңғыстау ахундары, Пір Бекет ата және Маңғыстау ахундары деген тақырыпты ала отырып, осындай циклды жоба бастаған болатынбыз. Сіздің алдыңызда да Асқар Сабдин секілді, Қайрат Құрманбаев секілді ғалымдар келіп кеткен. Міне үшінші қонағы бүгінгі жобаның өзіңізсіз. Хабарымызды бастауға дайынсыз ба, Мұқа? Құдай қаласа. Ал онда бастайық хабарымызды. Бірінші сауалымыз жалпы бабаларымыздың рухани жолынан бастайықшы. Олар қандай жолды ұстанды, қай жолды ұстану арқылы сондай үлкен биік дәрежеге, мәртебеге жетті деген бағыттағы әңгімеден бастасақ. Рухани жол деген ұқты әрине бұл бәрі түткен Алланың жолы ғой. Енді Алланың діні Hazreti Адам атадан басталған, сонау қазғұртта кеме қалған деп Нұх пайғамбардан бері қарай жалғасқан түркі дүниесі, өзінің кімнің жаппастан тараған түркі халықтары, оның бер жағында пайғамбарымыздан бері қарай соңында келген біздің бабалардың жолы ғой. Бабалардың жолы дегенде сол бер жағынан айтсақ, ол ислам діні, ақидадан, сенімнен, Матуридидің жолы біздің имам Матуриди біздің бабамыз өзіміз, мазхабта Абу Ханифа деп айтамыз. Ал енді мынау рухани жолына келген уақытта соның ішінде бізде жалпы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жолы деп атаймыз. Ол жалпы тарихаттардың ішінде болғанмен де ол Сұлтаны Арифин деп атайды. Жалпы ол әулиелердің сұлтаны. Әзір сұлтан деген сөздің өзі, яғни өзінің заманында, әр заманда өзінің сол заманның өзінің жер бетінің әулиелердің сұлтаны болады. Патшасы деген сөз ғой, сұлтан деген Османлылардың сұлтаны. Соны Әзір сұлтан деп Қожа Ахмет Яссауи бабамыз атағанда, сол Әзір бабамыз да кезінде сол жер бетінің ғауысы болған. Міне сол осы Яссауи жол ұстанған, оның ішінде әртүрлі жолдарды, тарих, тіпті ол Нақшбанди тарихаты болса, имам Нақшбандидің өзі де сол бабамыздың өзі де бұлай қарағанда қол тапсырған жаңағыдай кісілердің біреуі да. Бұлар енді рижал ғайып деп айтады, қазақта ғайберен деп айтады. Яғни қырықшілтен дегендер ол соның бір бөлігі да. Міне қысқаша айтқанда бабалардың жолы дегенде осыны біз меңдейміз. Ал енді осы тағы арай тереңде руханият, оның үстіне бабалардың жолы дейтін болсақ, мынау 362 әулие деп осы жерде айтқан, сол Бекет ата, Шопан ата дейтін болатын болса, онда ол бабалардың жол басы тағы да тереңдеп арыға кетеміз да, сөйтіп оны сол рижал ғайыпқа, ғайберендерге барып тірелеміз да. Үлкен ғайберендердің сол басшысы, сол заманда Қожа Ахмет Яссауи бабамыз болған, бір қызығы және болып та келе жатыр. Өйткені олар үшін өлім деген ол біз үшін. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз деген ол біз үшін нәпсілердің, яғни нәпсіміздің сөйлейтін әңгімесі. Нәпсі бүгін бар, ертең жоқ та. Тән. Тән бар, соның үшін нәпсі бар ғой онда. Нәпсіде отырғанымызда бір рухани, бір рух сияқты бір болмыс. Хаким абай айтқандай, сол мен менікі деп отырғанда сол тәнге белгілі бағытталған нәпсі. Ол өлетін нәпсі.
Ал бірақ ол рух әрқашанда жалғаса береді. Ал бабалардың жолда өткен болса, бұл бабалар әлгі ғайып ерендер, олардың екі дүниесі де бірдей болып тұрады. Қияметке дейін олар былай қарағанда өмір сүре береді. Міне бабалардың жолы деген осы. Ал енді Бекет атаға келетін болсақ, Бекет ата да сол осы кезінде жолда ұстанған кісілердің біреуі, әлде де сол жолда ұстанып келе жатқан кісілердің біреуі. Бұл да тікелей сол Яссауи бабамызға барып тіреледі, өзінің пірі ретінде, өзінің ұстазы ретінде. Бүгінгі таңда да әлі де солай, ол рухани әлемдерде, ол біреулер қабір әлем деуі мүмкін, басқа деуі мүмкін, бірақ рухани әлемдерде осы бүгінгі дейін осы дүниелер, біз білмейтін тылсым дүниелер жалғасын тауып келе жатыр. Өте жақсы. Ал енді жаңағы Мұхиддин аға әулие деп жатырмыз. Енді бұл Алланың достары ғой енді шын мәнінде. Ал осы сүйген құлдарына, яғни әулиелерге Алла Тағала не себепті осындай ерекше қасиеттер берген деген сұрақ туындайды. Ерекше қасиет берген дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір сөз бар, хадис бар, яғни ол ашаттул бәлә әл анбия дейді да, сүммә әулия деп, әлгі ең қиын сынақтар ол пайғамбарларға беріледі дейді. Сол неғұрлым көп қатты сыналғаннан кейін олар пайғамбарлар болады. Yani пайғамбар, бірақ олар сыналады да. Сондықтан көп қатты сыналғандықтан ол Аллаға жақын болады. Сондықтан олар пайғамбарлар. Одан кейін өзінің деңгейінде осы пайғамбар хадисінде айтқандар әулиелер. Әулиелер де ол пайғамбарлар сияқты емес, өзінің деңгейінде сыналады да. Сынақ көтере алады. Мысалы, бүгінгі таңда айтсақ, ғұлама дейміз, академик деп айтамыз. Ол неге ол академик? Неге? Өйткені ол соншалықты сынақтардан, ғылымның сынақтарынан өткенде, сондықтан академик деп құрметке бөленеді, халықтың құрметіне бөленеді. Сол секілді де әулиелер де өзінің деңгейінде біз көтере алмайтын сынақтарды көтергендіктен, және сол көтеру арқылы да Аллаға жақын болғандықтан, Құдай Тағала оларды осылай өздеріне жақын санайды. Яғни ол әулие болып отырмын, алма піс, аузыма піс, әулие болдым деген сөз. Үйттім, көріпкел болдым деген сияқты, көріп кеттім деген сияқты нәрсе емес те. Бұл дүние өте бір ауыр дүние де, ауыр жол. Ұстай алсаң қасиетің дейді, ұстай алмасаң қасиетің деген сияқты. Бұл жолы ұстаса да сол ұстайды, ұстамаса да ұстайды. Ол әулиелердің жолы. Былайша айтқанда, менің түсінгенім жалпы, біз енді ғалым болғаннан кейін былайғанда, жалпы пайғамбарларды әулиелер таңдаса, Алла Тағала таңдаса, әулиелерді негізде Алланың өзі таңдайды. Өзінің жақын құлдарды. Ерекше. Неге? Өйткені олар қоғамға, халыққа ғибрат айтатын, өнеге болатын кісілер болғандықтан негізінде Алланың өзі таңдайды. Өйткені Құранда да сөз болмаса, Алла иман еткендердің досы деп айтады. Сонда деп айтылса да, ол жалпы мұсылмандыққа қатысты. Ал бірақ әлі әулие Аллах ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун деп Алла Тағала Құранда Алла Тағала арнайы аят айтады. Әлі инна әулие Аллахи, яғни сақ болыңдар, зер салыңдар, мына сөзіме Алланың әулие құлдары. Ла хауфун, оларға да ешқандай қорқыныш жоқ. Бұл дүниеде олар тек бір Алладан ғана қорқады. Басқа ешкімнен қорқпайды. Дүние төнкеліп кетсе де қорқпайды. Аллаға тәуекел етеді болды. Алла бар, не қам бар дейді болды. Уәлә хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, ақыретте де олар ешқандай да қайғырмайды дейді. Неге? Өйткені олардың бүкіл аңсағаны несі сол Алланың құзырына бару еді. Аллаға сол. Өйткені бұл дүниесі жақсы болған адамның ақыреті де жақсы болады. Өйткені сіз жазда егін ексеңіз, қыста сол егін жинап алсаңыз, соны қыс бойы сіз соның қызығын көресіз. Сол секілді де бұл дүниеде Алладан басқа ешкімнен қорықпағандардың ақыретте олардың көктемі мықты болады да бізде қарағанда. Сондықтан әулиелік жол ол бір оңай жол емес. Енді Мұхиддин аға, біз білеміз, осы жалпы Маңғыстаудың өзінде, мысалы Бекет атамыздың өзі елдік мәселелерде өзінің зайырын көрсеткен. Кейбір жағдайларда. Енді түсінеміз, жалпы бұл жолда зайырын көрсету, керемет көрсету деген нәрсенің паш етіле бермейтін деген, жариялана бермейтін. Бірақ әйтсе де сол дүниелер кейбір кезде ортаға шықты.
осы жалпы әулиелердің зайыры туралы айта кетіңізші сіз. Карамат туралы дейсіз ғой. Караматтар Захир туралы. дейсіз. Иә. Енді зайыр деп жақсы айтасыз, караматтар деп. Енді ол жалпы әулие кісілер, олар негізгі өзі осы зайырдың, караматын халыққа көрсеткісі келмейді олар. Иә, негізінен. Негізде олар. Тіпті бұндай, бірақ бұндай күндерде ол бір әйелдердің бір етек кірі сияқты қабылдайды екен да, ешкім сол білмесе екен деген сияқты, сондай бір жасырын ұстауға тырысады екен да. Өтіп кетсе екен, тезірек өтіп кетсе екен дейді екен да. Бірақ Алладан үкім келгеннен кейін олар соған амал жоқ, мойынсынады да. Соның караматын көрсетуге тура келеді. Ешқандай да мысалы Бекет атаның әлгі теңізге қатысты бөлген туралы басқа әртүрлі несі бар ғой, көлге қатысты. Бірақ бұндай караматтары ол Бекет атаның бір өзім осын бір жасай қояйын деп оны жасамайды олар. Иә. Ол Алладан солай аян беріледі. Олар Алладан солай оларға әмір беріледі. Ол сол әмірді орындайды. Карамат деп отырған сол да. Неге? Ондағы мақсаты Құдайдың құдіретінің шексіздігін көрсету. Құдайдың ақиқатын көрсету. Алланың жалғыздығын көрсету мақсатымен солай орындайды. Өйткені әрбір әулиенің караматы, зайыры, ол пайғамбарымыздың мұғжизасына ишарат етеді негізінде. Олары пайғамбарымыздың мұғжизасының ақиқатını көрсетеді, әрі сонымен қатар да сол пайғамбарымыздың мұғжизасы арқылы Алланың құдіретін көрсетеді. Сондықтан олар өздігінен бір карамат көрсете қоймайды, көрсеткен күннің өзінде де оны бір елге ғибрат болу үшін, өнеге болу үшін, оның астарында көптеген бір әлгі жылдан жылға, ғасырдан ғасырға үлгі алатын бір өнегелер болу үшін ғана сондай мақсатты көрсетті. Басқа ешқандай оларда мақсат болмайды. Яғни өзіндік бір жекешелік. Үйтіп қояйын, бүйтіп қояйын, мен өзім бір немді құдіретімді көрсетейін. Еш уақытта олар. Жеке мүддесіне емес. Жеке мүддесіне. Елдік мүддесіне. Мен осындай бір немді. Аса қажет кезде. Мысалы бізде енді болады ғой, мысалға мен қазір мен керемет мынандай бір өнер көрсетемін деп жаңағыдай işte. Оларда Құдай сақтасын ондай нәрсе болмайды. Олар тек Алланың әмірімен ғана. Ал енді бір қызығы біз жалпы сондай керемет көрсеткен адамды ғана әулие деп танимыз ғой. Біздің жалпы халықтың көзқарасы солай. Ол ол әулие жалпы керемет көрсеткенде ғана ол мына кісі әулие екен. Сондай соны көрсету үшін де бәрі ол мойындату кейде. Енді сіз ойлаңыз, әулиелер әрқашанда бола береді да, бірақ оның барлығы өз-өзін көрсете бермейді. Мысалға біздің осы жерде Маңғыстауда 362 әулие бар деп айтады. Бірақ қайда? Кім таба алады? Оны кім не есептей алады? Табылмайды ба? Өйткені бұл кісілер жалпы негізде әулиелер бола береді мысалға да, бірақ әулиелерден тыс, сол әулиелердің бір бөлігі ретінде баған бері айтып отырып, бұл Бекет аталар рижалы ғайыпке, яғни ғайып ерендерге жатады да, бұларда ғайып ерен қыршылтендерге жатады. Сондықтан осы ғайып ерендердің ішінен Алла Тағала кейбіреуіне ғана көрінуін қалайды. Бірақ оның мыңдағаны көрінбей қалады. Мыңнан біреуі ғана көрінеді. Онда да кейбіреудің сол бетегесі тым биік, Алланың құзырына бетегесі биік болғаннан кейін ғана көрінеді. Мысалы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз бар, ол заманда көрінді. Ал енді бұл Бекет атаның да сол рижалы ғайыптарға, ғайып ерендердің ішінде 40 шілтендер бар. 40 шілтеннен бөлек 365 деген тағы бір бөліктер бар. 365, бізде Маңғыстаудағы 362 деп отырғаны сол 365-ке кіреді негізінде. Енді 362, 365 бұл заманды өзгеріп кеткен болуы мүмкін да. Жаңағы әулиелердің сандары. Ғайып ерен деген сөз, көрінбейтіндер деген сөз. Совет үкіметінде жаңағыда ерен еңбегі үшін береміз деген сөз, ерен деген сөз содан алған да. Ерен деген сөз сол ғайып ерен да. Ерен еңбегі деген содан негізінде ерен еңбегі деген совет үкіметі осы ғайып ерендерден алған ғой. Ерен деген сөз ол әулие деген сөз да, былайша айтқанда да. Әулие деген. Үлкен қайраткерлік жасап әулие болды деген мағынада. Соның ішінде 365 деген нелер бар, тобы бар өзінде. Олар бөлек бір топ. Осы Маңғыстауда 362 соған кіреді. Одан кейінгісі тағы жоғары көтеріледі, 40 деген болады. 40-тар деп айтады. Жаңағы ғайып ерен 40 шілтенде отырғандар осы. Одан кейін оның үстінде тағы да жетілер дегендер болады да. Одан 4-тер деген болады, одан 2-лер деген болады, ең соңында жалғыз болады да. Міне Бекет ата сол жоғарыларға жатады негізінде.
тіпті білуші бұрала 4-тен жоғарыға сол екеудің біреуіне кіре ма сондай. Құтып дейді. Құтыпқа жатады ғой. Сол құтыптың бірақ қайсысы құтыпқа жатады деген уақытта жаңағы ғауыс дедік қой, енді ғауыстың екі жағында екі құтып болады да. Бәлкім кейбіреулер айтады осыған жатады деп те. Бірақ енді жалпы зерттеп қарағанымызда сол маңайда енді. Сол маңайда да. Бәлкім одан төмендеу ме, жоғары ма, бір Алла біледі, бірақ сол маңайдағы үлкен кісілерге жатады. Сондықтан бұндай кісілерге Алла тағала көрсетеді, сен көрінуің керек деп айтады да. Сондықтан ол көрінеді. Қалған ана 365, ана ғайби 40 шілтен оның барлығы. Бұның таңда әлі осы қошын кісілер бар адамдардың арасында, бірақ олар көрінбейді. Ол көшеде жай үшін бір қарапайым бір таксист болып жүре береді. Немесе жаңағындай бір Маңғыстау телеарнасын жұмыс істей береді, ішін жүре береді. Оны ешқандай да біле алмайсың да. Қария болады. Байғы жұрт оны танымайды, тани алмайды. Қария кісі болады, бір жас біреу болады, біле алмайсың. Әйел кісі де болуы мүмкін, ер кісі де болуы мүмкін. Оны ешқандай да оны ажырата алмайсың. Бірақ олар міндетті түрде Алланың мұндай ғайып ерендері, сол ғайып деген сөздің өзі көрінбейді ғой, көрінбейтіндер. Осылар бола береді. Бірақ бекет ғайып қайраткерлер ғой. Ғайып қайраткерлер. Солар негізі солар жұмыс істейді ғой. Дінді көтеретін де солар. Қазақта сөз бар, жаңа батаменен елге көрер дейді ғой, жауымен жерге көрер ғой. Солардың батасымен елге көріп тұрады да. Біздің батамыз ол жай теологтардың батасы не алмайды, ойнамайды да. Доктор екен, профессор екен, ол ешқандай да рөл ойнамайды. Сол кісілердің баталарымен. Бұл дүние солардың. Иә, солардың үстінде тұрады ғой айтқанда. Жер солардың үстінде тұрады. Тамаша. Ол Африка болсын, ол Америка болсын, ол Франция болсын. Ол Францияның ішінде де Алла тағала соның ішіне жаңағындай сол ғайып ерендерді шығарып қойды. Bir түнде бар мысалға ғайып ереннің 40 шілтен дейді. Мысалы 40 шілтеннің біреуі қайтыс болып кетсе, бар мысалы мен сұрадым, ұстаз сонда қалай анау Францияда ше, ол кілең кәпірлер емес ше. Тіпті кәпірлер болса да bir түнде Құдай тағала соның жүрегінде иман беріп таң атқанға дейін оны әулиелік деңгейге ғайып ерендік дәрежеге шығарып жібереді дейді. Жаңа 40-тың қатарын толтырып қатарына қосып тастайды дейді, сөйтеді жаңағындай көгершін болып арғы ұшып кетеді дейді олар. Бірақ елдің арасында әшейін түк болмасып жүре береді. Бірақ бекеті де солардың үлкендеріне жатады да, сосын бұл бұған көрінуге рұқсат береді. Сондықтан ғой осы уақытқа шейін оның қазірге шейін жатқанын қарасаңыз, барып мысалы жатқан жерін қарасаңыз, әшейін ол ұйықтап жатады ол. Ол денесінің ешқандай жерде бұзылмаған, басқа алмаған да. Ұрпақтар айтады ғой, осы кеңес үкіметі келе жатыр, дұрыс емес үкімет келе жатыр, енді міне бетін оған дейін осы көрініп жатқан ұқсайды. Көріп жатқан ғой, сөйтпен Айгөз айтқан. Шашын, тырнақтарын алып тұрған. Сол кімді несін айтқан анау шырақшына түсіне кіріп аян берген ғой, мен енді жап деген да, есемді жап деген. Бірақ өзі кейіннен жақын уақытта кірген кезде ол әлі соққайшының сол күйінде жатқандығын айтады. Олар ғайып еренді соларда. Ол кейін қияметте дәл сол күйінде оянып кетеді де болды. Сол күйінде кәдімгідей бір күн ұйықтап тұрғандай таңертең тұрып қияметте де олар кәдімгі солай жүре береді кәдімгі олар. Біз апалаң топалаң бар, Құдай күнәмізді кешір деп жаңа бейшара болып, не теолог болдым екен үйттім деп жүрген уақытта жаңағындай. Ал ол кісілер жоқ кәдімгі жүр. Жұрттар шулап отыр деген сияқты. Сол қариялардың бір әңгімесі бар. Әулиелер отырады, аяқтың бар шулап отыр көкпеңдерші деп айтады дейді. Қиям не болып отыр екен деп айтады. Есеп-қисап болып отыр екен. Елдің бәрі шулап отыр екен. Мақшар күні ма? Мақшар күні. Өйткені олар не шулап отыр көкпеш деп айтады дейді. Сонда олар өздері Алла пайғамбарымыздың жаңағы леуа хамд дейді, байрағының астында сол бір арнайы жерлерде болады да, жаңағындай арнайы. Мұхиддин аға өте жақсы әңгіме айттыңыз. Біздің де ниетіміз сол болатын. Сізбен осы тылсым дүниелер туралы сұхбаттассақ, сол әулиелердің. Енді осы жерде айтайын деген мақшар келді ғой енді. Сонда Мысырдан келген мен досым бар, жаңа недегі Нұрбат Сапберді ғой, көптеген достарым болды. Соның бір әңгімесі бар. Алланың профессорлар ғой, Алланың назары әулиесінің жүрегіне түседі дейді. Алланың назары дейді, әулиенің жүрегіне назар салады дейді. Сонда
Сен әулиенің жүрегінде болсаң дейді да, сен де Алланың назарына түсесің дейді. Сонда енді мына материалдық түсінікпен қарасақ, құдды бір трансформатордың қызметі ғой, Ау. Трансформатор дейсіз ба, басқа дейсіз, мен ол жағын біле алмаймын. Ол мынандай мысал ретінде айтып отыр. былайша айтқанда Алла пайғамбардың шапағаты, әулиелердің шарапаты деген сөз ғой былай қарағанда. Сонда оның жүрегінде сен болсаң, Құдайдың да саған назары түседі дейді. Яғни мынандай нәрсе ғой енді, әулие дінді көтереді да. Солай емес пе? Сен де әулиеге көмектесесің. Сонда ол дінді кім көтерді деген сөз болмайды ма? Әулие, сосын оның сен сияқты қасындағы мүриттері, шәкірттері көтерді деген болады да. Сондықтан Құдай тағала сол тұрғыдан назар салады да. Болмаса әулиені назар салып, әулиенің жүрегінде болу да оңай емес қой. Оның жүрегінде болу үшін де ол сіз Алланың тақуа құлы болуыңыз керек қой. Соған лайық болу. Құл болуыңыз керек. Сол мағынада да. Болмаса сен арақ ішіп жүресің, басқа жүресің, ол жүрегінде болады деген нәрсе сөз емес та. Жаңағы трансформаторымыз деймін. Былай қарағанда, сондықтан яғни пайғамбардың жолында жүру, әулиелердің жолында жүру, бабаларының жолында жүру деп отырған негізі осы да негізінде. Осы. Мысалы Бекет атаны бір жақсы көру, бір жақсы көрген адам құр жақсы көріп отырмайды ғой. Бір жақсы көрген адам міндетті түрде сол кісі не істеп еді, мен де соны істейін дейді ғой. Мысалы үйде бала әкесін жақсы көреді. Әке көрген оғы жанар деп. Ол оғы басқа компьютер жонбайды ғой, ол дұрыс па? Сотку жонбайды ғой. Оғы жанар дейді мысалға да. Шеше көрген том пішер дейді мысалы, солай ғой. Сол жақтар әулие көрген де сол әулие жонар болады да сонда. Ол да соның жолында жүрген, ей, Бекет ата не істейді? Бекет ата бір Аллаға, бір Аллаға. Ол 5 уақыт намаз оқыған, мен де 5 уақыт. Ол ораза ұстаған, мен де ораза. Саған не істеген? Ол халыққа көмектескен, елге көмектескен, жетім жесірлерге көмектескен, ғаріптерге көмектескен. Мен де көмектесем. Осы ғой. Халық қадірінше. Халық қадірінше да әркім. Мысалға өздеріңіз мысалы дәл қазір мысалға да Бекет атаны танытуға мақсат не? Мақсат халықты біріктіру, елдің жаңағындай арасында тыныштық, бейбітшілік, соған бір себепкер болу. Сол сияқты. Оның төбінде сол назар салу деген сондай да. Мұхиддин аға, енді осы орайда өзіңіз жалпы желілерде болсын, берген сұхбаттарыңызда жай айтасыз. Мысалы, аян туралы айтасыз. Кейде өзімде Бекет атадан аян келіп маған деп айтып қалған кездеріңізді естіп қалдық. Осы аян туралы айта кетейікші. Мен өз басым мен бір аян көретін бір адам емеспін негізінде, бірақ енді түс көреді да, кез келген адам түс көреді ғой. Сол сияқты кейбір түс көргендерім бар еді, ол мысалға түс көрген арасында Бекет атамда бір көргендерім бар. Жаңағындай. Енді оның қаншалықты оны айтуға керек білмеймін, бірақ жоқ, мен оны сіз өзіңіздің көрген түсіңізді, аяныңызды деп отырған жоқпын. Жалпы аян деген ұғым туралы. Сондықтан енді оны аян деп отырғаны жалпы ол арабша айтқанда илхам дейді да. Енді аян деген сол айын, сол ол да көру анық, яғни анық белгілі болған деген мағынада да. Сондықтан ондай әулие кісілердің кейбір Алланың әмірімен кейбір адамдарға аян беруі кәдімгі нәрсе. Табиғи нәрсе да. Қалыпты нәрсе да. Ол бір, яғни сіздің түсіңізге тек қана Бекет ата емес, сіздің түсіңіз пайғамбар да кіріп аян беруі мүмкін да. Бірақ ол сіздің дәрежеңізді көтеру деген сөз емес та ол. Яғни сіз мен пайғамбар түсімді көрдім, Бекет атаның түсімді көрдім, маған былай деді дегені сіздің мақамыңыз көтеріліп кетті дегенге мағына келмейді ол. Керісінше пайғамбар мысалға менің кабаирлерге болады дейді, жаңағы менің шапағатым көп күнә жасағандарға болады дейді мысалға да. Сондықтан пайғамбар бізге түсіміз кіріп болса, біз Құдайға қатты мұқтаж болып, бәлкім күнәһар болып тұрғаннан кейін, сол күнәсына шықсын деп пайғамбар солай кіруі де мүмкін да. Оны бір сондықтан ешкім оны түс берді екен, түс көрдім екен, мен түсімде осылай көрдім екен, Бекет атаны көрдім екен, Қожа Ахмет Яссауиді көрдім екен, мен осылай бір данышпанмын деп ешкім айта алмайды. Бірақ жаңағындай ишарат бойынша мысалға осы жерде Жамбыл деген кезінде сол Бекет атаның 7-ші ұрпағы болған Жамбыл аға, өзім ағам әрі досым еді. Соның сол Бекет атаның кейбір түске байланысты мына кітабына қатысты еді. Ой, кітабына қазір тоқталамыз.
осы кітабына қатысты еді да. Сол кітабын ең соңында біз әйтеуір шамалап дайындадық. Міне Мұхиддин аға, бұл ерекше тың жаңалық. Бекет атаның жазған кітабын өзіңіз аудардыңыз. Иә. Ал енді осы кітапқа тоқталайықшы. Бұл кітап сіздің қолыңызға қалай жетті? Бұл кітап не туралы жазылған кітап? Енді қысқаша айтқанда, Бекет атаны мен шын айтсам, мен көп бұжақты болмаған екен, мен түркістандықпын өзім. Енді былай танығанмен сіздер сияқты таны бермеймін ғой, енді ол сіздің атаңыз. Мен де өзім бірақ енді әрине қожа болған деген маған да туыс жағы бар. Сондықтан мен де ондай үлкен кісілерді көруге мен де ынтызармын, бір алғы да келмей. Соны бір сол жаққа басына барған уақытта жолда кетіп бара жатып бір мөліп кеткен бар да енді. Сонда мөліп кеткенде сол бір кісі келіп маған мына жерді кеңейтсейші деп айтты да. Маған мына жерді кеңейтсейші, қысылып кеттім ғой деп. Қолында аса таяғы бар, темір аса. Түсіңізде. Темір аса таяғы бар, көрсетті. Мен де оянып кетсем Бекет атаға жақындап қалған екен. Соны түсінбедім енді. Шақыртып айттым, сөйтсем Бекет ата шығарды. Содан кейінен Жамбыл мен ағамен кездестім да, артынша соған еді. Сомен кітабы бар ма дедім. Біз енді кітабын сұраймыз ғой. Ол кісінің артына қалған кітабы бар ма? Хат бар ма, ғылым бар? Сендіға ғылым бар. Жоқ, хаты бар деді. Соны апарып көрсетіп. Сол хатын сол жерде сол заманда түсіріп алдық. Содан кейін сол Бекет атаның ұрпақтары бар екен, арнайы өкіл, үлкен кісілері жаңағындай. Шырақшы бар, басқа үлкен кісілер. Солардың біразы жиналды. Жамбыл аға жинады соларды. Сөйтіп маған осыны аударуды, бірақ жарыққа шығару емес, кітап қылып шығару емес жаңағындай. Сөйтіп аударып өзіңе әйтеуір шаман келгенше пайдалануды, өзіме пайдалануды. Соны маған ұсынды да. Өзің аударып көрейік не бар екен ішінде. Оларға да берейін де. Бірақ жарыққа шығаруға өзінің тікелей осы кітапта отырған рұқсат берген. Жарайды деді. Мәселе емес. Бірақ мен бізге таныстыру енді. Арғы басу өздерін. Кітап кімнің қолында екен? Осы жердегі ұрпағы бар. Есімі? Ұрпағы танымау бар. Енді ұрпақтары баршылық қой. Соның қолына алған кітап. Бұлар енді бұл кітапты бүгінгі таңда бірақ екі түрлі көзқарас бар екен жаңағы. Ол Бекет атаның кітабы ма, кітап емес пе деген. Иә. Көзқарас бар екен да. Соны сұрайын деп отыр едім. Сондықтан кейбір ғалымдарға да мұны бердім. Оларда ғалымдарда бұл Бекет атаның кітабы егістігіне қатысты әртүрлі пікірлер бар деді. Екі ұдай да. Содан мен енді өзім тексеріп, менде заманында қолжазбаны көп зерттеген адам еді. Кейін соңғы күндерде алмаған. Сонау Әшірбек Моминов деген мен ұстазым бар жаңағыда, әлемде қолжазбашы танымаған осы. Ол ең алғаш Қазақстан шәкірт сол мен болғамда. Соның үйреткені бар, басқасы бар, соны зерттеп қарадық. Қысқаша айтқанда былай екен оның әңгімені. Жамбыл ағаның әңгімесі бар. Біз жас кезімізде дейді Жамбыл аға айтады. Менің әкем дейді, үлкен қария кісілермен бірге қара Құранды көрейік деп жиі барып тұратындығын дейді. Сонда жаңа бір кісінің ол туралы несі де бар, киноста, документаль фильмде бар. Ол кісінің атын тұрмын. Соның үйіне, соның атасының үйіне, әкесінің үйіне қара Құранды көруге барып тұрады екен. Мен бірақ өзім барған жоқ, бірақ әкем барып тұратындығын дейді. Сонда оның әкесі аталарымен бірге барып тұр. Оның аталары өзінің аталарынан болса, айналып келгенде сол Бекет атаның заманына жақындайды да. Бекет атаның көп болмаған ол кісілерде. Кейінен ғалымнан сұрадым жаңағындай, неге мойындамайсың десем, жоқ, оның қолындағы, бұның қасында Құран кітап бар деді. Құран кітап бар. Біз ол Құран кітапты алып қарасақ, ол Құран кітап баспа деді. Мен көрдім оны. Қазан баспасынан шыққан Құран. Ол Қазан баспасы. Ол бергіде қой деді. Бекет атаның заманында баспа жоқ қой деді. Міне, елдің бәрін қателесіп жүрген осында. Сонда ана кісілердің Бекет атаның қара Құранын көруге барамыз деген сөзін қайда қояды соны? Деп отырғандары тұр. Сонда былай екен да. Қара Құран деп жүргендері бар емес пе? Ана жердегі Қазан баспасындағы Құранды айтып тұрған жоқ олар. Иә, әлбетте. Және оның қасында тағы да баспа бір кітап бар. Оны айтып тұр, ол кейінен
осы кітапты сақтап тұрған ұрпағы бар емес па? Соның кітабы да ол бірге жиналған. Қатталған, қабатталған, сөйтіп жиналған кітап. Қара Құран деп, қазақта Қара Құран деп мына кітапты айтпайды. Ол ана қарайып кеткен екен де, соған Қара Құран деп оны айтпайды. Сен ғалым адамсың ғой, емес па? Қара Құран деп мынаны айтады. Қара Құран деп. Ол не деген сөз? Қара Құран деген сөз ол термин. Ол не деген сөз? Түсіне байланысты емес. Қара Құран деген сөз, яғни қара көрінбейтін нәрсе, тылсым, Құранның тылсым мағыналарын, аяттарын ашықтайтын арнайы, мынау нелерді қазақша айтқанда суды теріс қайтаратын дұғалар деген сөз, Қара Құран деген сөз. Тылсым дұғалар. Құранның аяттарынан Тартылған. соның шығарып, содан қылыш жасаған, рухани қылыш жасаған дұғалар деген сөз Қара Құран. Мынаны айтып отқан жоқ. Қазан баспасы. Ол түсінікті, оны мен де көрдім. Қазан ал жұрттың барлығы мына Қазан баспасына. Сен мына кітапқа қарасаң, мынау кәдімгідей Бекет атаның өзінің заманындағы қол жазбаға келеді, сол заманға келеді. Сондықтан Жамбыл ағаның айтқанын мен есептеп қараған уақытта Қара Құранды көр деп отырған мен мына екеуі, сол екеуінің бірі негізі осыны меңзеп отыр да. Елдің бәрі мына қасындағы екі кітапқа қарайды. О екі кітап қарамасай сен мынаған қарасай. Сондықтан мен аны алып, оқып тексеріп көрдім. Бұл Бекет ата Хиуада оқыған, бірақ Көкілташпен бірге байланысты оқыған. Көкілташта, өйткені әулиеліктің негізгі мәртебесі сол жерде беріледі. Мен Көкілташты көп жылдан бері зерттеп жүрмін. Кітапта жаздым, Бекет ата туралы Қара шаңырақтың романда жаздым, Бекет атаның осының есін жаздым да. Сонда мына дұғалар, теріс қайтаратын дұғалар, және бұл сиқырды қайтаратын дұғалар, жаңағындай әйелі баласы болмағандардың жаңағындай соларға дұғалар жаңағындай да, жынды қайтаратын дұғалар, азайым деген үлкен дұғалар бар. Оны тек сол әулие кісілер ғана оқи алады. Азайым деген дұғалар бар да. Ол азайым деген дұға Көкілташта оқыған Мәшһүр Жүсіп бар. Соның ұстазы Бекесләуле бар. Солардың кітабында да осы дұғалар бар да. Екеуі бірдей да. Бұны жай адам жазбайды. Жазамайды оны. Мынаны жазамайды да. Мен бір Тәжікстаннан пәлем бір 90-дағы бір шалдан 2,5 жыл оқып келген бір жын қайтаратын бір не бар екен. Соған оқып көрсеттім. Осының бір нұсқа несінде, бірақ аны Бекесләуленде. Ол аудармасының өзін оқытты, басымен алып кетті деді. Бұл оған біздің деңгейіміз жетпейді деді мен бар. Сондықтан бұл дұға мен оны зерттеп қарадым. Мәшһүр Жүсіптің сосын мына жерде дюларға қатысты, буруждарға қатысты нелер бар мына жерде мынау. Буруждарға қатысты. Жұлдыздар емес бұлар, буруждар. 2-ші қабат, 3-ші қабат, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші қабат. Аршын. Аршыштың бер жағында қабаттарда сол туралы әңгіме бар бұл жерде. Оны біз сияқты теолог мөлектер айта алмайды оны. Ол тек бұл әңгіме Мәшһүр Жүсіпте бар, бұл әңгіме кімде бар? Бекесләуледе бар. Бұл әңгіме осы Бекет атада бар. Дәл бірдей шамалы айырмашылықтар бар. Егер үшеуін қоссаңыз, мен қоспақшымын жаңағы, қоспақшы жоқ. Сонда қоссаңыз көп нәрсе, көптеген бір ақиқаттар бұл жерде көрінеді. Сол нәрсе. Екінші одан кейін азайым деген дұға бар. Азайым дұғаны екінің бір оқи алмайды. Азайым деген да. Азам ту алейкум деп басталады жаңағындай. Кілең жын жыбыр дұғалардың бәрін яғни несінде қақ тастайтын да жаңағындай да. Сол дұға осыда бар да. Ол Бекесләуледе Мәшһүр Жүсіпте бар да. Басқа біреуде болмайды ол дұғалар да. Ол қақтан онда біреудік болады. Сонда кішкене адам деген ойлану керек та. Оқыды мынаны, мен мысалға да, бұл қол жазба, кәдімгідей өзім, бұл Бекет атаның өзінің жаңағындай қол жазба екендігін, басқасы екенін өз басын көз жеткіздім. Бұл енді Мұхиддин аға үлкен мұра ғой бұл. Үлкен мұра. Сондықтан мына жерде, бірақ бұл жерде қарасаңыз, әңгіме қалайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп басталады әңгіме. Бұл сендердің ойлаған, Құдай сақтасын, көріп кел, сөріп кел, бір палшы салшылардың кітабы емес. Бұл ғайыпты ерендердің кітабы, бұл жаңа Көкілташтағылардың кітабы, бұл Қызыр алейхиссаламның Қызырдың дайындаған шәкірттерінің кітабы. Бұл жай кітап емес. Сондықтан Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастаған. Бірақ бұл жерде шариғаттан бастайды да. Мына жерде айтады. Бұл дарып ұрып екі қолының тірсегі бірлен сүрмектеу арқылы жаңағындай тәйемі туралы айтады. Ғусул 3 парыз бар, әуелі ағызға су алмақ деп ғусыл туралы айтады. Одан кейін намазда 12 парыз бар деп намаз туралы айтады. Содан кейін тағызы бар.
мына жерде қай жерде сол намаз туралы айтады да. Бір қызығы тамаққа дейін айтады. Тағам жеу туралы айтады. Әдепті айтады. Тағам жеудің 4 парызы бар деп айтады да. Әуел халал емек, екінші ризқыны Құдай тағаладан тілемек, үшінші әріне бергенше разы болмақ дейді. Yani Шағатай тілінде, жаңағыдай өзбекше ұқсайды, бірақ Шағатай тілінде. Әуел халал емек дегені ең бірінші адам 4 парыз бар. Халал жеу керек. Екінші ризқын Құдай тағаладан тілеу дейді. Біреуден тілеу емес, біреудің барып сұрау емес. Үшінші әріне бергенге разы болмақ дейді. Құдайдың бергеніне разы бол дейді. Маған жетпей жатыр, анау-мынау болды, міне. Төртінші, күнах қылмаслық тағамның қуаты бар дейді. Yani сол халал ризық жеп тұрған уақытында сол нәрсе сонымен күнә жасама дейді. Міне осындай шариғаттан бастайды да әдепке қарай өтеді да. Одан ары қарай мысалға бабы дуайы зияндаш. Әрдайым яки зияндаш болса, фарзанды болса, болмаса, һәм тұрмаса, бұл дуаны өзі бірлән сақлады зияндашты аман болғай, фарзанды болғай дейді. Егер кімнің фарзанды болып оған қиыншылық тиіп жатса, немесе фарзанды баласы болып перзент қой енді. Перзенті болмай жатса, онда мына дұғаны сақтау үшін дейді. Сонда ол бәледен сақтау. Фарзанды болады дейді, Алланың қалауымен. Аллаху алам, Алла біледі дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ихтасиму биллах, тәуәккәлту Аллах. Я махшал джин ва инси сатам танфузу мин ахтар сумалар. Фанфузу ла танилла бис-султан. Фасбуханна зибидик малакул кулли шай'ин илейк туржаун. Ла хавла ва ла қуввата илля биллах алиyyil азим. Осы дұғаларда оқып жүрсеңіз дейді, осы дұғаны оқып дұға алсаңыз, баласы болмағандардың Алла біледі, Алла баласына оған бала береді деп. Соны айтады. Енді одан кейін бұл жақта арғы сола кете береді. Олар сосын жаңағы ауруларға байланысты айтады. Одан кейін мына жерде жаңағы буруждар туралы айтады. Диюлар. Пайғамбар диюлар туралы айтады. Пайғамбар алейхиссалам ол диюның сураты, ол диюдің 2 başı бар еді дейді. Әр başı құш başı дейді. Пайғамбар алейхиссалам Хазіреті Сүлейман пайғамбардың бір диюды ұстап алып келген уақытта, ол диюдің 2 басы бар еді. Bir başı adam başı дейді. Bir bası дейді. Құстың басы, burası адам басы дейді. Сүлеймен алейхиссалам айтады: "Ей малғұн, атың не тұрыр? Орның қайда тұрыр? Не іш қыларсың? Не істейсің?" деп айтады. Дию айтты: "Атым мақмала шурur тұрғыйым, ағарларда тұрарман. Қай адам оғылы оқызылы бұл ярларға келсе, битік тұмар болмаса, меніңге афат тұрарман" дейді. Yani менің теоретиям кіргендерге мен зиян жасаймын, жаңа атында айтып отырмын жерде. Бұндай дұғаларға, диюларға қатысты нәрсені ол жай адам анамына біресе көшіріп те жазамайды ол. Жазамайды да, мүмкін емес та. Ол білем дейкен мен, жынды оқып қалады. Ол адам даже көшірмек түрі оқса, тіпті азайымдық осы дұғалар бар, жаңа оқса, ол жынды оқып қалады ол. Ол үшін бұл арнайы, оның несі болу керек? Дәрежесі болу керек, батасы болу керек. Ол жаңа аян деп отырмыз ғой, жаңа осы кісілердің өзінің аянымен жаңағындай түсінде беру керек. Сондай болу керек дейді. Сүлеймен пайғамбар айтсам, илажы недір? Дию айтты, бір ақ қой, я бір ақ ешке ақ тауып керек. Yani сондықтан бір мал шалу керек деген нәрсесін. Осыны айтса, мал шал дейді. Алла. Онда да айтады, Алланың жолына мал шал деп отыр да. Сөйтіп, "Вала тахлибу русакум хатта яблугал хадия махилах" деген аяттарда оқса, Алланың жолына малын шалса, сол малын шалады. Былай жетқан не ғой жаңағындай? Штраф та. Штраф төлесін дейді. Бірақ айтады ана жерде ақ қой болу керек дейді. Қызыл қой жасаң болмайды. Ақ қой бол дейді. Сол кезде кетем дейді. Кептемейді сөйтті. Мен шартымды орындау керек дейді. Сонда көрдіңіз ба? Бұл кісілердің ол адамдарды оқып бір адамдар жаңағы дию болып байланып қалады жаңағы дию. Соны оны оқу үшінде осылармен не бар да, сауда бар да. Штрафын төлесін. Бұл енді былай қатардағы адамның санасы жете бермейтін терең дүние ғой енді. Сол кісілерге тән. Иә. Сондықтан осында аят оқысын дейді. Жаңағыдай "Вала тахлибу русакум". Сонда хатта яблуға хадия. Сонда мен кетем дейді. Сол адам жақсы болады дейді. Ғажап. Енді бұны бұл Бекет атаның қараңыздар енді кітабы да. Қараңыз. Тамаша. Міне. Сондықтан бұл керек кітап қой. Әрине керек кітап. Өте тамаша Мұхиддин аға. Бұл енді бұл жарыққа шығу қажет деп есептейсіз бе әлде? Бұны енді жаңағы жоқ, енді ол кісілер айтты маған. Менің түсінігімде бұл жалпы авам көпшілікке арналмаған. Авамға арналмаған шығарма деді да, өзің пайдаланды. Сол себептен сұрап отырмын ғой. Авамға арналмаған. Ол кісілерге жамбыл
ағаға бір нұсқасын бергем, жаңағы бұның бәрі түгел емес, бірақ азайын бар, азайын бөлек тағы да нелер бар. Сосын бір нұсқасын бұл шығармағам да мен. Бірақ енді мұра болып сақталып Мұра қалған. қалу керек қой дейсіз ғой. Бірақ мен енді өз басым кейде кейбір дұғаларын оқимын да. Пайдаланамын дейсіз. Кейбір дұғаларын пайдаланамын. Сол оқимын. Өте тамаша. Сауабы сол кісіге барсын, бекет атаға барсын деп оқимын да. Сол мақсатпен бір Алланың ризалығы сол кісіге сауабы барсын деп оқимын. Бұл енді жаңағы айтып отырсыз, мысалға бұны кез келген адам оқығанда ол ешқандай нәтиже бермейді ғой. Жоқ, оны қосылмайды іске қосылмайды. Іске қосылмайды. Бірақ оқиды ішінде тек оқып шығуы мүмкін, бірақ жаңағы өзінің осы дұғаны оқитындай дәрежесі бар адамдар ғана оқыған кезде бұны оқығандар ашады ғой солай. Осы сияқты бір дұғаны оқыған жаңа біреуді, жаңағы Мәшһүровтердің дұғасын оқыған, дәл осы соны түсіне кірген ғой. Енді оқысаң, әке-шешең жағдайы қиын болады деген да. Иә. Оқыма деген. Иә. Оны сен көтере алмайсың деген да. Иә. Бұны академиктер оқитын. Мәке сөйлесең, сізден оқып, мысалы, оқыды дейді, мысалы. Енді аяқта бір дюлар келіп тұрса, дю деген сөз ол жын дюлардың қасында ол әшін жай ойыншық болып қалады да. Әшін бала болып қалады, мүбәрәк болып қалады да. Ал ол дю деген қайта. Одан 10 есе бойынша ол кеп үлкен қазақта дәудар дейді ғой, дәу. Бір қолында бір жартас, бір қолында жолдас, мәке не болды? Біз шақырсың ғой десе. Қалай жауап анда келіп жаңағыдай. Енді ол қалай жауап бересіз? Қалай жауап бересің? Ол ойын емес. Ол өте бұл енді Мұхиддин аға тылсым дүние деген. Әшейін өткен бір молда өшердің атақты молдасы жаңағыдай. Бір жын шығарған екен, сол үшін жын айтып дейді, мен егер осыдан қоймасаң деген да, балаңа зиян берем деген да. Жаңа шығарған адам. Молдаға айтқан да, атақты өшердің оғаш молдасы. Ана молда бірден тоқтатқан да. Дю, одан 100 есе не болады. Ол дюлар әшейін қасыңыздан өтсе, лебі тисе, мынадан паралич болып қаласыз да. Лебі тисе. Ол тиспей-ақ, әшейін өтіп бар лебі тисе да. Бұл кісілер солармен жаңағыдай былай қарағанда соғысқан дейміз ба, или соларды өзіне қарап жаңағыдай мұсылман қалған дейміз ба, бағындырып өзіне жұмсаған шығар, мүрит қылған дейміз ба. Әрине періштелер бөлек әңгіме, бірақ бұлар да бөлек. Олар да ғайып елінде періштелермен бірге жұмыс істейді негізі. Сонымен қатарда әрине бұл кісілердің де әлгі мұсылман дюлары бар болады. Бар болса табиғи нәрсе де оның бар. Өйткені бұл Құдайдың әмірін орындап жүрген кісілер да. Яғни дю байлаған деген сөз емес бұл. Дю байлаған деген, жын байлаған деген жоқ, ол бөлек әңгіме. Бұл дю білмеймін, өздерінің сол тылсым әңгімесі, мен ғана білгенім, түсінгенім ғана айтатын да. Мен білмеймін да оны. Рахмет. Ғылым ретінде айтып отырмын. Осындай ұшы қиыры жоқ, теңдессіз ғылымды айтамын да, Мұхиддин. Бұның ішінде көп қызық әңгімелер бар. Сол бір адамның мысалы ойында соншама ғылым. Ол енді Алладан келіп тұрған білім ғой, әйтпесе оны адам пенде меңгере алу мүмкін емес қой енді. Былай қарағанда. Сонда мен жаңа айтып отқаным, бұл не үшін жасады деп отырсам, жаңа Жамбыл ағаны айтқаны, сол түсіңде осы кітапты ишарат етіп тұр ғой деп, осы сен аударсай деп Жамбыл ағаның маған айтқаны ғой. Ал енді Мұхиддин аға соны орындадым деп отқаны, орындап халыққа танытып отқанмын сонда. Мұхиддин аға осы Алланың қалауымен. Біздің жалпы енді басқа өңірлерде бар жоғын білмеймін, бірақ осы Маңғыстау өңірінің жұртшылығы осы Бекет атаның басына барғанда, әулиелердің басына барғанда шырақ жағады. Сіз оны байқадыңыз ба, байқамадыңыз ба? Шырақ жағады, мысалға кәдімгі қойдың майына. Не үшін жағады? Қойдың майына сіңген мақтаны шиге орап, бірнешеуін, жетеуін мысалға жағып, сол жерде шырақ жағып отырып Құранын оқиды. Ол сіз осы туралы бір қандай да бір мәліметіңіз бар ма? Ол шырақ жағу дегенде естімедім. Мына неде енді жалпы қазақта шырақшы деген сөз бар да? Иә. Әулие кісілердің басына отыратын шырақшы деген бар да. Ол шырақшы дұрыс емес па, дұрыс па деген жоқ. Ол шырақшы деген қазақша шырақ деген шырақ болды. Шырағын жағып отыр дейді, түтін түтетіп отыр деген қазақша сөз бар да. Яғни сол әулиенің жолын ұстанып, сол әулиені халыққа танытып отыр.
яғни соның шырағын танытып отыр. Мысалға біз қазір мынаны мысалға алып шырағын халыққа танытып. Кішкентай ғана сәулесін атаның бір шырағын алып, жаңағыдай жағып, халыққа сәулесін көрсетті. Енді бұл күні мен шырақшы болдым мысалға да. Сіз шырақшы болдыңыз, соны көрсеткен. Осы кісілер шырақшы болды. Халыққа таныту мақсатында да. Бекет атаның бір кітабында шырақшы болды. Ендеше шырақшы деген сөз соның жаңағы кесенеде отырған кісінің келген кісілерге бұл кісі не жасады, қандай қызметтер атқарды. Пайғамбарымызда да хадис келеді, қателеспесем, әлсіз рух күшті рухтан қуат алады деген бағытта бір хадистер бар. Жалпы әулиелердің мына адамдарға, өзге адамдарға рухани қуат беруі туралы айта кетсеңіз. Ол енді әулиелер былай қойғанда мысалға жалпы бір тұлға бар адамды алайықшы. Мысалға Марат мырза деген тұлға кісі бар. Менің оғымда дұрыс па? Ол кісі халыққа қызмет қылған. Мысалға деген бір мысал жаңағындай. Енді ол кісі отырған уақытта, ол профессор, ол Марат кісі жаңа профессор, ол академик та. Соның айналасында оның шәкірттері отырады, немесе кісілер сол жерден бір өзінің ілімін айтады. Соны бір қуат ала ма, алмай ма? Алады ол. Алады, алмайды, міндетті түрде алады. Алады. Жай үшін мысалға, жай ішінде емес, ауылда өзіңіздің атаңыз бар, жасы 100-ге келген, 90 келгенде Данагөй, мысалы бұл жерде осы қазір Маңғыстауда да бар. Сол кісі абыз ақсақалдар бар қазір мысалға Маңғыстауда да, сол кісілер отырған уақытта сөйлеп отырады. Қалай? Қуат ала ма, алмай ма? Әлбетте. Сол секілді әулие кісілердің де өзінің бір біз білмейтін басқа Алладан келген иманнан туып жатқан, Алланың әмірімен жатқан иманнан келген оның осындай қуаттар бар. Оны былай деп айтады әулие кісілерді жаңағындай. Олар тіпті сөйлемесе де дейді. Сөйлемесе де қасында отырсаң, тура ананың, сәбидің, аш сәбидің анасын жаңағындай анасынан сүт емген сияқты, дәл солай олардан өзінің рухани қорегін алады дейді. Бірақ оны өзі білмейді дейді. Мысалы, дәл осы жағдай пайғамбарымызда болғанда. Не үшін сахабалар сахаба? Не үшін сахабаның қасында пайғамбар қасында 1 сағат отырған адам неге сахаба болады? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям инсибах деп атайды, жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям олардың барлығын былай қарағанда рухтарын бәрін алып кетіп басқа әлемге алып кетеді дейді. Жетектеп. 1 сағат, бірақ ана жақта 100 жылдай ма бәлкім сол жаңағындай миғражға алып кете ма, басқа қала ма, сөйтіп сол жерді көрсетіп, небір ілімдерді оған 1 сағаттың ішінде 100 жыл ілімдерді беріп жібереді дейді. Бірақ ол сол жерде үшін жаңадан мұсылман болған сахаба білмейді, өзі білмейді оны дейді. Оны білу де шарт емес. Сондықтан кейбір әулие кісілер бар, өзінің әулие екенін де білмейді дейді, мысалға да. Құдай тағала оны көрсетпейді дейді. Сахабалар сол сияқты сондай оларға беріп қойып дәрежені, бірақ ол білмейді. Бірақ кейінгі уақытта да Құдай тағала беруі мүмкін. Сол сияқты әулиелердің қасында отырғаннан кейін ол міндетті түрде ол адам құр қайтпайды да. 1 сағат болса да, басқа болса да солай болады. Ал енді әулие кісілердің кесенесіне барған жеріне келсек, әулие кісілер неге келген ондай? Әулие кісілер көбінесе өзін, және осы жағы да бар, екінші жағынан әулиелер өзінің пайғамбар хадис айтқандай, періштелердің түсіп шығатын күндізге түнгі періштелер бар, ауысатын жерлер бар да. Ол ауысқанда көктен түсіп ауыса салмайды, оның бәрінің өзінің системасы бар да, жүйесі бар да. Оның бір лифт сияқты түсетін жерлері бар. Портал деп атайсыз оны. Біз бұрынғылар бекет аталар оны құбыр деп атаған. Сол үлкен бір аура портал ол. Сол құбырдың ішіне әулие кісілер өздерін қойып қояды. Мысалы бекет атаның басына барсаңыз, сол бекет ата жаңағы тау жасаған, не үшін ол найза жаңағы баяғына несі таяғы қадалды дейсіз. Сол құбырға барып қадалып тұр ғой. Періштелердің түсіп шығатын құбырына қадалып тұр да. Сол құбырдан ол не жасайды ғой жаңағындай. Асқап үңгір сияқты медресе жасайды. Сол жерде оқыған бала құбырсыз басқа жерде оқыған ілімнен алғанда ана жақта мүлдем басқа нелер алады. Өйткені періштелердің ауысып жатқан сол жердің нелерді жаңағы солардың ар жақтан алып келіп жатқан, алып бара жатқан сондай нәрселер бар да. Сол дұғаларыңыз алып баратқан бар. Сондықтан әулие кісілер мәшһүр жүзбеде сондай, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың басында сондай,
Сосын мына бекасыл өлең бар сондай, неге Қағбаға барсаңыз, Қағбада да сондай. Арапатқа барсаңыз, Арапа олар да үлкен болады. Пайғамбарымыз Мәдинеде де сондай үлкен болады. Сол жерлерде өздері солай қойып қояды. Демек, Алланың жердегі ерекше нұры түсіп тұрған жерлерді дәл тапқан деген сөз ғой. Көреді олар. Олар көп кәдімгі көреді. Расында да, мысалға, Яғни ол жерге кірсеңіз, адам ерекше сезімге бөленесіз. Ерекше. Мысалға, Алматыда да бар, өткенде шақыртымды алып бардым жаңағындай. Со, шақыртым сезіп тұр да. Алматының ішін білесіз қандай. Ана жерде әулие кісінің маңайында, жаңағындай құбырдың ішінде, мүлдем ішке кірген бірде бүкіл неяқтағы қаланың крокусы, жаңағы анау мынау жоқ болып кетеді бар да. Соны ана шақыртым сезіп тұр ғой. Мен сезіп тұрған жоқ, бірақ шақыртым сөз сезіп тұр. Ұстаз мына жер мүлдем басқаша ғой дейді. Мен айтам, бұл жер әулие кісінің жері ғой. Осыны құбыр деген болады, сол жерге қойған деп айтады деп мен дерек бойынша сөйлеп отырмын. Демек, періштелер ауысатын жаңағы жерді, сол жерді таңдап, періштелер ауысқаннан кейін құр келмейді ғой олар енді. Сіз бір жерге барсаңыз құр бармайсыз ғой, бір подарок алып барасыз ғой. Ол ар жақтан нелерін алып келеді да, рухани әлемдерді алып кетеді. Сіздің жамандықтарыңызды алып кетеді. Екі ортадағы байланыстың сол жоғары жақтан байланысты. Екінші қабат, үшінші қабат, төртінші аршпен солармен байланысты да. Сол байланысты соны айтады. Оның Қағбада да бар. Не үшін адам Қағбаға барса қайта-қайта барғысы келе береді? Содан барады. Сол жақта да әулиенің басында да барғысы келсе қайтадан барады. Неге? Өйткені ана жерде портал тұр да. Өте тамаша айттыңыз. Әрине оның ішінде әулие кісілердің де өзінің жағай берендердің де ол жерде қызметі бар да бір жағынан. Оны айту ұмытпаңыз. Оның да бір берекесі бар да Құдайдың. Бірақ бұның барлығы Алланың әмірімен болып жатады да. Қазақ айтады ғой, жаңа Құдайсыз қурай да сынбайды. Оның барлығын бір адамға, әулиеге, анаған бермейсіз. Олар себеп. Бірақ бұның барлығы Алланың құдіретін, Алланың пәрменімен, Алланың пәрменімен әрекет етеді. Оларда жаңағы берендерде періштелер сияқты қатты Алланың әмірін орындаушылық бар. Бір сөз айтты Алла, бір сөз айтты Алла, бір сөз айтты Алла ғой, Алла ғой, Алла ғой деп жатады. Мен емес Алла, Алла істеді, Алла жасады деп. Бүкіл нәрсені Аллаға береді. Өзіне бермейді жоқ. Ла нешт илляха хич мақсуди илlallah. Сондай. Бүкіл Аллаға береді. Алла бәрін жасап жатқан, Алла бәрін жасап жатқан. Менде түк жоқ дейді. Сондықтан олар әулие болады. Біз сәл бір нәрсе істесек, жаңағындай профессормын, анаумын, сондай едім. Халқым адасып кетер еді, мен болмағанда хаша, Құдай сақтасын. Мен деп, мен ғой негізі. Мен ғой енді деп хаша, Құдай сақтасын да. Солай деп қоямыз да. Пендешілік жасап қоямыз. Әулие кісілер ондай пендешілік жасамайды. Сондықтан олар әулие болады. Әулие деп пендешілік жасамаған адамды айтамыз, халыққа қызмет етті ма, адал қызмет қылады олар. Халықтан бір нәрсе талап етпейді ешуақытта. Мұхиддин аға деймін да, енді біз қазіргі ұрпақ ретінде тым құрымаса сол әулиелердің жолын құрметті тұтып жүре алсақ, енді оны ұстап жүру ол басқа мәселе. Құрметті тұтып, соны бір қастерлеп жүре алсақ, соның өзі үлкен. Оның мынандай нәрсесі бар. Себебі қазір енді соны мансұқтайтын, ол жолдың бәрін жоққа шығаратын, қағынан жерінген ұрпақ пайда болды ғой. Топтар пайда болды. Қағынан жерілген ұрпақ пайда болды. Бірақ неге, мен бір кісі коррекция сұрадым, неге Маңғыстаудың халқы қағынан жерінбеген не текті деп сұрадым. Біз енді ғалымыз ғой, зерттейміз оны. Не текті олар дедім ба? Демек сіз Маңғыстаудан ерекшелік байқап тұрсыз ғой. Маңғыстау ерекшелік ерік болған сосын не болдым, несін көрдім. Неге бұлар ерекше дедім да? Неге бұлар бұрынғы не сақтап қалған дедім. Мен бұл Маңғыстаудың каналына түсіп отқан айтып жоқпын, Алла куә ғой енді. Сонда ана кісі айтты да, бұлар деді, өздерінің аталарына дінді білмесе де құрметтейді деді. Аталарын құрметтейді. Дінді білмейді дейді өзі, бірақ аталарын құрметтейді дейді. Аталары әулие, Аллалар әулие де. Намаз оқымаса да дейді, аталарын құрметтейді дейді. Өйткені дінді білмейді, ол намаз үйретіп жатқан мен жоқ та. Теолог болып отырмын, оған жеткіземін мысалы. Бірақ аталарын құрметтеген үшін Құранда Алла Тағала айтпайды ма, Алланың ризалығы ата-анаңда деп айтады ғой, дұрыс па?
Енді ата-анаң болса, оның ата-анасын құрметтеуің керек қой. Олардың ата-анасын құрметтемесең, ата-анаң құрмет айтады. Атаны құрметтемейсің, әкеңді құрметтейсің. Әкең айтады, мен құрметтемесе, атамды құрметтесең, мен әкемді құрметтесе дейді ғой. Сол жақта бұлар ата-бабаларын қатты құрметтейді деді. Сол үшін Құдай Тағала бұларға берекет беріп қойған деді. Бәрекелді. Бірлік беріп қойған бұларға деді. Бәрекелді. Ешкім ала алмайды оны деді. Иншалла. Және Қазақстанның несі де жаңағыдай жаңа бір бақыты да таңы да осы Маңғыстаудан атады деді. Лайым солай болғай. Өйткені неге? Өйткені тектілік осы жерде деді. Тектілік қалғандарына жаңағыдай антивирус сияқты, жаңағы коронавирустың, жаңағы тексіздіктің, жаңағы қағынан жереген тексіздікке антивирус сияқты осы жақтан тарайды деді. Бірақ енді бұның жаңа өзіңіз айтып отқан түптің түбі біздің сол аталарымыздың дұғасында, солардың әулиелігінде. Оның түбі неде жатыр десек, батаменен елге көрер, жауымен жерге көрер. Бұлардың батасында деді. Тастап кеткен батасында деді. Бұлардың әуелгі басында тастап кеткен батасымен бұлар осылай текті болып, соларға құрмет көрсетіп тұр деді. Дайындап, бәрін бұрын дайындап кеткен дейді. Бұрын дайындап кеткен, бірақ енді біз қазір тек сол аталарымызды құрмет тұтып, бағытымыздан адасып кетпей, сол аталарымыздың жолын қадір тұтып, енді ұстамау ол әркімнің деңгейіне, дәрежесіне байланысты нәрсе ғой. Бірақ соны қадір тұтып, соны айтып, соған қарсы шықпай, соны құрмет тұтып жүре алсақ, соның өзі үлкен, бүгінгі заманда үлкен. Оның өзі үлкен дүние ғой. Соның өзінде Алланың берекеті болып тұр. Мұхиддин аға, бүгін мен ойлаймын, ерекше сұхбат болды. Алла разы болсын. Сізге мына Маңғыстау жұртшылығының атынан шексіз алғыс айтамыз. Алла жар болғай әрқашанда. Бекет атамның әруағы риза болғай. Аумин. Хабарға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, сонау Алматыдан ұшып келіп, осы хабарға қатысып, атамыз туралы, Бекет атамыз туралы, жалпы әулиелік туралы, мына тылсым құпияға толы дүниелер туралы жұртшылыққа түсінікті етіп берген сұхбатыңыз үшін сізге шексіз алғыс айтамыз. Мен де сіз шақырғаныңызға рахмет деймін. Осында Бекет атаның енді бұл енді кітабы батасы ғой енді. Батасы тексерді. Соны осы несін енді ол оқырсыз оқымас, бірақ үйіңізде бір тұрсын. Рахмет. Осыны сізге. Рахмет Мұхиддин аға. Алла разы болсын. Рахмет. Сыйлай иншалла. Рахмет. Қадірлі көрермен, осымен бүгін Мұхиддин Иса ұлымен болған Бекет ата және Маңғыстау ахундарының рухани жолы тақырыбындағы бүгінгі бағдарламамыз өзінің мәресіне жетті. Келесі бағдарламада жолыққанша аман сау болайық.